Сәлем достар, бүгін сіздермен біз Казакпос. Бүгін сіздерге мен интернетке қалай тегін кіруге болады, сол жайлы видео түсіретін боламыз. Бірінші сіздерге мына Anonyme Toon деген программаны скачать етіп аласыздар. Ол программа Play Marketте бар. Аты осы видеоның сипаттамасында болады. Және біздің каналда бірінші кіріп тұрсаңыз, біздің каналға жазылып, міндетті түрде осы видео лайк басып кетіңіз. Бірінші мына үстіне тұрған батырмаға кіреміз. И біріншісін жазылтамыз. И сосын TSP-ны HTTP қыламыз. И сосын мынау Connection Port дегенді 80-81 қыламыз. Екінші Custom TSP және HTTP Headers дегенді жазылтып, үстіп жазылтамыз. И Edit Custom дегенді басамыз. Дәл осылай шығады. Facebook.com дегенді өзіңіздің ұялы телефоныңыздың операторының данный сайтын жазасыз. Менікі қазір актив. Соны zeroactive.kz деп. Қалған настройкаларды менікіндей қылып жасайсыз. Дәл осылай жасағаннан кейін генераторы дегенді басамыз. Және Save дегенді басамыз. Тағы да Save'ні басамыз. Енді Connect дегенді басатын боламыз. Дәл осылай сізден VPN қосуды сұрайды. OK дегенді басамыз. Енді Connecting деп шықты. Осы жазу қызыл болып шығу керек. DOS Connecting деп міне шықты. Міне астында көріп тұрсыздар. Счетчик айналып жатыр. TXT дәл осылай реклама шығып тұрады. Өйткені бұл программа тегін болғаннан кейін өйстіп реклама шығады. Мінекей төбеде кілттің суреті шықты. Яғни интернет істеп тұр деген сөз. Мінекей қазір Play Marketке кірейін. Негізінен бұл жүйе актив нөмірлерге өте керемет жақсы істейді, ал қалған Altel, Tele2, Beeline секілді операторларды білмедік. Енді Beeline'да істемейтіні анық, өйткені мен оны тест жасап көрдім. Енді істемейді дегенде мүлдем істемейді емес, істейді, бірақ бір 10 секундтай ғана істейді, одан кейін жоқ болып кетеді. Мына өйстіп шығады. Міне Pop-Tor дегенді басасыз. Көріп тұрсыздар. Ой. Кешіріңіздер, енді қараңыз, өйстіп шығып кету мүмкін. Өйстіп шығып кеткенде қайттан программаға кіреміз. Міне счетчиктің дұрыс айналмай жатқанын көріп тұрсыздар. Соны қайттан өшіреміз. Қайттан программаға кіресіздер. И Connecting дегенді басасыздар. Мен қазір қаланың шетінде тұрмын. Сондықтан сет нашар ұстап жатыр. Меніңкі және ұялы телефоным өте арзан телефон болғандықтан өте сет нашар ұстайды. Play Marketке қайттан кіреміз. Ал енді ашыл. Ой, мына рекламада шықты. Мінекей программалар шықты. Бұл қалай жұмыс істейді десеңіз, ол VPN арқылы жұмыс істейді, яғни сіз басқа елдің IP адресімен кіресіз. Оны қалай білді десеңіз, google.com дегенге кірсеңіз, адрес басқаша болып кетіп жатады. Сізде google.co, немесе google.uk деп шығады. Әртүрлі болып шығып кетеді. Енді барлығы тегін болады. WhatsApp-қа да кіре бересіздер, YouTube-қа да кіре бересіздер. Кез келген нәрсені жүктеп ала бересіздер.
сіздермен болған Казак Босс. Біздің каналға жазылып, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, комментарийға өз пікіріңізді жазып кетіңіз. Және менің ВК парақшам осы видеоның сипаттамасында болады. Сонымен сау болыңыздар.